Армысыздар достар, мен Қытайдың Вейчатынан Қазақстанның полициясы мен қарақшының айырмашылығы оның киімінде деген бір мақала көрдім. Көріп жыным келді. Сосын намыстандым. Жыным келетіні мына Қытайдың асымызды ішіп, аяғымызға тышқанай деген ой келді. Ал енді намыстанатыным қазақтың полициясының расында соншалық деңгейге түскендігі, қарақшылық деңгейге түскендігі, сол аз ғана бір ақша үшін заңсыздыққа барғаны, қорқытып үркітіп туристің ақшасын тартып алғандығы, бұл енді расында масқара жағдай. Бұл тек қана полиция өзінің атақ абыройы емес, бүкіл мемлекеттің атақ абыройын түсіріп тұр. Сондықтан бұл кез келген елім деген азаматтың намысына тиетін бір өте жиіркенішті құбылыс болған. Енді былай қарағанда бұл осыншалық жиіркенішті құбылыстың себебіне біз енді көбінде жұмыстың салдарымен күресемізді, себебімен күреспейміз. Осы полицияны осы қарақшылық деңгейге жеткізген себеп әрине біздің осы мемлекеттік басқару жүйемізде. Егер полицияның жағдайы жасалса, айлығы жоғары болса, тұрмысына толығымен жететін болса, менше болғанда сол қадамға бармас еді деп ойлаймын. Бүгін TikTok парақшасынан көрдім. Заңгер мәжілістің депутаты Абзал Құспан мәжілістегі жиналыста сол ішкі істер министріне сұрақ қойып жатыр. Сонда мен ішкі істерді ішінен жақсы білемін. Қазіргі істеп отырған полициялардың айлығы 200-300 мың теңге. Ал енді оның жүргізушілері 130 мың ар жақ бер жағында алады. Осындай айлықпен, осындай жалақымен Алматыда мегаполис қалада қандай күн көреді? Оның үстіне министрліктен үймен қамтамасыз ететін жағдайдан одан айырылған, қазір тек қана айлыққа қарап қалған. Бұл дұрыс емес. Егерде біз полицияларды жағдайын жасамасақ, жұмыста сапалы болмайды деген сияқты сол сияқты сұрақтарды қойып жатыр. Әрине өте дұрыс, өте дұрыс. Мен де айтар едім, жалпы Қазақстанның Астана, Алматы, Шымкент сияқты мегаполис қалаларында, енді басқа қалалардың да ұқсас, оның тұтыну деңгейі өте жоғары. 200 мың айлықпен бір полиция өзінің семьясын асырау мүмкін емес. Тек оның сырттай кірісі болмаса, ол ешқашан жетпейді. Оны есі бар, есті адамның барлығы біледі. Дәл солай болғаннан кейін ол не істеу керек? Әрине, ол елден пара алу керек. Біреуін алдап алу керек, біреуін арбап алу керек. Енді бұл құбылыс сондай болған. Қытайдан келген туристі жолдан ұстап алып, жол жүру ережесін бұздың деген желеумен одан үркітіп қорқытып ақшасын алып алған. Сонымен ол Қытай еліне барғаннан кейін арнаулы осындай бір мақала жазып, жалпы біздің еліміздің беделін түсіріп отыр. Сол үшін мен осы өкіметке және ішкі істер министріне өзімнің ұсынысымды айтайын деп отырмын. Бірінші ұсынысым, полицияның жалақысын көтеру керек. Өйткені полицияның қызметінің күшемелдігін бәріміз білеміз. Полиция қызметінің тәуекелі өте жоғары, ауыр қызмет. Сол үшін полицияның айлығын әдеттегі мемлекет қызметкерінің айлығынан жоғары қою өте ақылға үйлесетін шешім. Екінші, мемлекет полиция қызметінің жұмыс орнын осы алтынға айырбастамайтын жұмыс орны етіп қалыптастыру керек. Олай жасау үшін қайту керек? Әрине оның полицияның жалақысын көтерумен бірге оның әлеуметтік жағдайында жасау керек. Саналы түрде тәрбие жүргізу керек. Сол арқылы полиция қызметкерінің жұмыс орнын алтынға айырбастамайтын жұмыс орны қылып қалыптастырылады. Егер олай болмайтын болса, онда кез келген полиция қыс азығын жаз жияды. Бұл жалғаса береді.